Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 14-ші сабақ. Жуан және жіңішке айтылатын сөздермен танысатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп алыңдар. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Ақша қардың әлегі. Балалар, бүгін біз үлкен тәртіпсіздік жасадық, деді ағай. Қармен атқыласып, терезені сындырып қойдық. Басты айыпкер Сұлтан. Ол кінәсін мойындаудың орнына қашып кетті. Біздің талқымыздан қорықты. Осы кезде сыныптың есігі ашылды. Қарасақ, Сұлтан екен. Қолтығында үлкен әйнегі бар. Мен қашып кеткенім жоқ, үйден әйнек пен алма салып келдім, деді. Біз Сұлтанға риза болдық, деді Бердібек Соқпақбаев. Балалар, мәтін неше бөліктен тұрады? Әр бөлікке ат қой, дейді. Бірінші бөліміне, яғни бірінші абзацқа біз балалардың тәртіпсіздігі деген ат қойсақ болады. Ал екіншісінде ол кінәсін мойындаудың орнына қашып кетті, яғни Сұлтанның қорқып қашып кеткені. Ал үшіншісінде Сұлтанның қайта оралуы. Одан кейін барып соңғыда Сұлтанның батырлығы десек болады. Яғни ол үйіне барып, үйден әйнек пен алма алып келіп, сындырған терезені орнына қоймақшы болды. Жақсы. Мәтін бойынша әңгімеле, дейді, және мәтін бойынша өз ойыңды айт, дейді. Мәтінді жалғастыратын болсақ, балалар, жаңа Сұлтан әйнекті алып келді, оны қайдадан өз орнына орналастырды. Солай барлығы жақсы болды деп сөйлемді әңгімелеп толықтырсақ болады. Келесі: сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, сөз жіңішке айтылады. Мысалы, оқимыз: үй, көгершін, өнер. Сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болған соң, сөзде жіңішке естіліп тұр, балалар. Келесі екінші жаттығу: сөздерді көшіріп жаз, дейді. Әйнек, кінә, тәртіпсіздік, бүгін. Сөздердің жіңішке айтылу себебін түсіндір, дейді. Себебі бұл жерде жіңішке дауысты дыбыстар тұр екен. Олар ә, е, әріптері екен. Келесі үшінші жаттығу: бос төркөздерге керекті әріпті қойып оқы, дейді. Осы сөздердің ішінен өзің қалаған бір сөзден сөйлем құрап жаз, дейді. Бірінші: күн, түн, жүн. Екінші: шана, сана, пана. Үшінші қатарға: шөп, төс, сөк. Міне осы әріптерді қойсақ, біздің сөздеріміз толығады екен. Енді ішінен бір сөз алып сөйлем құрап көрейік. Мен қар жауғанда шанамен сырғанап ойнадым, деп сөйлем құрасақ болады екен. Сау болыңдар балалар, каналға жазылуды ұмытпаңдар.